Бөдене жұмыртқасының пайдасы туралы айтатын боламын. Видеоның соңына дейін көріңіздер, пайдалы ақпаратпен бөлісемін. Бір бөдене жұмыртқасында көмірсу, май, ақуыз бар. Бір қызығы, кішкентай мөлшеріне қарамастан, мұндай жұмыртқа тауық етінен гөрі тойымды. Бөдене жұмыртқасы пайдалы дәрумендер мен минералдардың қоры. Оның құрамында натрий, темір, калий, А дәрумені бар. Пайдалы қасиеттері құрамына байланысты бөдене жұмыртқасы иммундық жүйені нығайтуға көмектеседі. Сонымен қатар, бұл өнім темір тапшылығы анемиясының алдын алу үшін пайдалы. Бұл жұмыртқа қуатты сақтайтындықтан таңғы асқа таптырмайтын өнім. Бөдене жұмыртқасы жөтел мен демікпеге де пайдалы. Дауысыңыз әлсіз немесе дауысыңыз қарлыңқы болса, бұл өнім тамақты қалпына келтіруге көмектеседі. Оны шикі күйінде ғана ішу керек. Күніне бір шикі бөдене жұмыртқасын жеуді әдетке айналдырсаңыз, сонда тыныс алу проблемаларын арыла аласыз. Сонымен қатар, бөдене жұмыртқасында антиоксиданттар бар. Мұндай өнім қан қысымын төмендетуге және жүрекке пайда әкеледі. Бөдене жұмыртқасы жаралар мен кесілген жерлердің тез емдеуге ем. Сонымен қатар, терінің қартаю процесін бәсеңдетуге және майда әжімдерден арылуға көмектеседі. Бөдене жұмыртқасы көру қабілетіне және ерлердің денсаулығына пайдалы. Сарапшылар бөдене жұмыртқасını шикі түрінде жеуге кеңес береді. Термиялық өңдеу кезінде пайдалы минералдар негізі жойылады. Қоректік заттар туралы айтатын болсақ, бөдене жұмыртқасында тауық жұмыртқасынан гөрі магний 3 есе дерлік жоғары және 28% көп темір бар. А дәрумені 2 есе дерлік жоғары. Өкінішке қарай, бұл жұмыртқада қан тамырларға зиян келтіретін холестерин 2 есе көп. Құрметті оқырмандар, сіздерге бөдененің жұмыртқасы туралы пайдалы ақпаратпен бөлістім. Көріп тұрғандарыңызды күнігіде бір жұмыртқадан, шикі жұмыртқадан ішіп тұрсаңыздар, денсаулыққа пайдасы өте көп. Келесі видеоларын өткізіп алмау үшін менің каналыма тіркеліп алыңыздар.